қарастырылатын тақырыбымыз бизнес – ол адамдардың іскерлік қатынастарының жүйесі. Жоспарымыз – бұл кіріспе бөлім, негізгі бөлім ішіне кіретін бизнес жоспарының анықтамасы, бизнес жоспардың түрлері, оның бөлімдері. Кәсіпкер үшін бизнес жоспар жаңа бизнестің қалай жұмыс істегендігін бақылауға және оның болжамды нәтижелерін анықтауға, сондай-ақ банктен несие рәсімдеу барысында қажет болады. Сонымен, бизнес жоспар – ол жаңа бизнестің жан-жақты толық сипаттамасы. Онда бизнес туралы ақпарат, бизнестің қаржылық талдауы, маркетингтің жоспары мен қызметкерлер бойынша жоспар жасалу керек. Сонда кәсіпкерлер жаңа бизнестің түр сұлбасын көре алады және өзі де көп нәрсені түсініп байқап алады. Бизнес жоспардың кімге арналғанын байланысты оның бірнеше түрін ажыратамыз. Өзіңізге арналған бизнес жоспар. Бұл бизнес жоспар кәсіпкерге жаңа бизнестің қаншалықты тиімді, я болмаса тиімсіз екенін анықтауға болғаны арналған. Несие алуға арналған бизнес жоспар. Банктер кәсіпкерге несие беру арқылы шешім қабылдау үшін одан бизнес жоспарды талап етеді. Инвесторларды тартуға арналған бизнес жоспар. Бұнда инвесторлар өз қаржысын бұл бизнеске салар алдында бизнеске талдау жүргізеді. Сол себепті кәсіпкерлердің бизнес жоспары қаралады. Жергілікті және шетелдік серіктестермен бірлескен кәсіпорындарға арналған бизнес жоспарлар. Сауатты құрылған бизнес жоспарлар сіздің ісіңіздің маңыздылығына серіктестің сенімін арттырады. Жаңа қызметкерлер тартуға арналған бизнес жоспарлар. Білікті мамандарды өзіңізге жұмысқа тарту қиынға созады. Сондықтан бұндай бизнес жоспар қызметкерлерге болашақ қызметтің сипаттамасы жағдайында немесе ұсынылатын жұмыстың тұрақтылығы мен келешегі туралы ақпарат беріледі. Басқа компанияның бірігуге арналған бизнес жоспар. Ол бірлескен қызметтің жағымды және жағымсыз жақтарын көруге көмектеседі. Бизнес жоспар келесі бөлімдерден тұрады. Біріншісі – ол бизнес идея. Істі алғаш бастайтын кәсіпкерге ең алдымен немен айналысатынын шешіп алу қажет. Яғни ол бизнес идея табуы тиіс. Бұл күрделі және жауапты саты. Бизнестің қалай құрылатынын осыған байланысты. Бұл жерде кәсіпкер өз білімі мен дағдыларын, жұмыс тәжірибесін, хобби мен қызығушылықтарын ескеру керек. Енді жеке мүмкіндіктері. Кәсіпкер және бизнестің мүмкіндіктерінің, өзінің мүмкіндіктерінің және идеяны жүзеге асыруға керек өзге ресурстарды бағалануы тиіс. Клиент. Кәсіпкер болашақ клиенттің кім болатынын жақсы білуі тиіс. Ол үшін кәсіпкер: менің ықтимал клиенттерім кімдер? Олар қайда орналасқан? Менің клиенттерім нені бағалайды деген сынды сұраққа жауап беру керек. Енді бизнес ұйымдастыру. Ол бизнесті ұйымдастыру барысында кәсіпкер өз клиенттеріне өнімді, тауарды немесе қызметті шығару және оны сату үрдістері қалай, қашан ұйымдастырылатынын, оның қандай көлемде шығарылатынын ойластыруы тиіс. Ақша қозғалысы. Кәсіпкерге жаңа бизнестің кірісі мен шығысын, теңгерімін болжау сияқты қаржылық құжаттарды жасау қиынға түседі. Дегенмен ақшаның қозғалысын елестетіп көру қажет. Тәуекелдер. Кәсіпкер бизнеспен бірге туындайтын инфляция, несиелер, клиенттердің ақы төлеуден бас тартуы, төтенше жағдайларға байланысты немесе серіктесіңіз тарапының алдынан қалысында барлық тәуекелдерді ескеру тиіс. Бұл тәуекелдерге дайын болуға және туындайтын жағдайда еңсере білу үшін қажет. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.